Ассалаумағалейкум, құрметті достар, бүгін біз жаңа жылдық новогодный елкамызды өзіміздің жаңа қонысымыз үйімізге апарып тұрамыз деп бара жатырмыз. Қасында ер досым бар. Айбай. Негізі бар ғой ағайын, қоныс той бәрі болады. Айбектер новый үй салып жатыр ағайын. Бірақ біз Эдуардын алып қашып бара жатырмыз достар. Білмейді ол. Үндемеңіз. Біз бүгін елка жасауға емес, жан сені алып қашып бара жатырмыз. Құдай-ақ алып қашып бара жатыр. Мен мама өлтіреді. Шаның мәшин. Нормально. Әдемі болады бәрі. Болды. Едуш, уақыт келді. Құдайдың атымен өтірік айтпайтын шығармыз саған. Бәрі үйде, жеңгелер бәрі дайындалған. Үйлер неге? Тоқтатшы машинаны. Сен алып етіп жүр. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, бүгін біз жаңа жылдық новогодный елкамыз. Ал достар, мына жаңалықты көріп атқан, естіп атқандар болса, Айбек Эдуардан алып қашқан болатын. Негізі ол алып қашуда мен де болу керек болам. Бару керек боламыз. Негізі Байсерке жаққа бірақта бір-екі шаруалармен шыға алмай қалдық. Қазір өзіміз фабричный жаққа сияқтамыз. Бұйыртса енді келіннің қолынан шай ішуге барамыз ғой, бұйыртса. Бірақ енді бүгін сондай болып қалған жайы бар. 2 жас бақытты болсын. Едеміз енді қазір алып қашу модада деп ше. Сол, атак екеуіңе бақыт тілейміз, аман болыңдар. Бүгін, короче, Айбек қызын алып қашыпты Эдуардан. Осы жаңалықты естіп, кәдімгідей барымыз қуанып жатырмыз. Ал Айбек бауырым, құсың құтты болсын, қолыңа қондырған. Тек бақыт тілеймін, бұйырса тойда жолыққанша. Енді бұйырса барамыз Алматыға. Құтты болсын, родной. Всем добрый вечер, ребята. Выхожу к вам с классной новостью. Бүгін Айбек пен Эдуарданың отбасы құрған күндері шын жүректен құттықтаймын. Бақытты болыңыздар, отбасыларыңызда тек қана жақсы күндер көп болсын. Құдай қаласа келесі жылы осы уақытта шілдехана бесік тойларыңызды өткізуді Алла нәсіп етсін. Құдай қаласа енді тойда кездесеміз. Еще раз поздравляю вас, ребята. Шушы бастап кетті. Менің бүгін қатал қуғыншыларымды көрдіңіздер ма? Ұрысқақ па? Ұрысқақ менің қатал қуғыншыларым. Мынау кісі менің сестрам. Сестрамдай болып кеткен. Өзімнің бастығым ғой негізі. Киімдеріңді жина деп маған кіре салып екеуі айқайлап. Қайт дедік сразу. Шеш орап алды деп. Сіздің Айбекті көріп жүрегіміз ұмыт қалды. Иә. Сол барлығы күшті өтті әйтеуір. Бақытты болыңдар, самое главное. Енді тойды жүр. Құдай! Наконец-то дождались! Ктосын! Ай, баған! Менің жеңгем енді официально! Ура! Вау, күшті жарасыздар прям! Гүл саған! Рахмет! Өзі келіншегім болды енді. Боянып сыланған келіншек болды. Бойым сыланған келіншек болып қалды. Мәңгілік. Үйдің атмосферасы өте күшті болып жатыр. Маған қатты негізі ұнап тұр өзіме. Енді мына жақта ағамдар, туысқандарым келіп жатса, мына жақта бәрі бар, мына жақта бәрінің артында. Мына жақта Едіш, мынау енді получается біздің бөлмеміз болады. Айкоштар келді, міне. Мына жақта жалғыз өзі менің модница келіншегім отырған мына жақта. Өзі 80 рет сәлем салды. Айкоша бердің ма? Шаным. Қалай екен келін бұған? Күшті. Күшті ме екен? Шаным. Шушы бастап кетті. Бастап кетті. Бастады, ей жаным. Келін болған жарасады екен өзі. Халатын айтыңдар, орамалын.